Бірінші мысал. Амперметр тізбекте 15 ампер, ток күшін ал вольтметр осы бөлікте 24 вольт кернеуді көрсетті. 20 минут ішінде ток қанша жұмыс атқарады? Берілгені бізде И бар 15, У 24, Т 20 минут. Тауыр жұмыс А. ХБЖ айналдырамыз, 20 минут 60-қа өтеміз, 1200 секунд. Талдау. Ток күшін табу үшін бізде бана айттық, қандай физикалық шамаға беріледі, сол бойынша формула таңдаймыз. Бізде И бар, У бар, Т бар. Сонда А тең И, У, Т формуласын қолданамыз. Шешуі. Ток күші бізде 15 ампер, көбейтеміз 24 вольт, көбейтеміз 1200 секунд. Калькулятор қолданамыз, сонда 432 мың джоуль шығады. Джоуль. Жауабы килоджоульмен жазайық, 432 килоджоуль жұмыс атқарады екен. Келесі мысал. 220 вольт кернеуде жұмыс жасайтын қуаты 700 ватт қыздырғыштың спиралінің қимасы 0,5 мм квадрат. Хромаль сымының жасау керек. Сымның ұзындығын тап дейді. Беріп тұр кернеу, қуат, көлем қимасының ауданы, меншікті кедергі, тауыр ұзындық L-ді. Бұрынғы тақырыптан біз білеміз R деген ρ LS. Бұдан L табу үшін пропорция арқылы L дегенің R көбейту S бөлу ρ. S бар, ρ бар, R керек. Қуаттың формула бойынша U квадрат бөлу R. Бұдан R деген U квадрат бөлу P пропорция бойынша. Осы R-ді табамызды мұна формула қоямыз. Шешуі. Алдымен кедергіні табайық. U деген біз 220, оның квадраты бөлеміз 700 P деген. Сонда жоқтағанда 69 Ом шығады. Енді ұзындық табамыз L. 69 Ом көбейтеміз 0,5 мм квадрат. Мұна 1,4 Ом мм квадрат бөлу Ом. Миллиметр квадрат ХБЖ айналдырмаймыз, себебі мұнда олар қысқарып кетеді. Сонда жоқтағанда бізде R бар, S бар, ρ бар, орнына қойдық. 24,6 метр шығады. Сонда бізге қажет сымның ұзындығы 24,6 метр.